Тамаша, керемет. Я қымбатты көрермен, өздеріңіз үшін өнер көрсеткен бірлік ансамблі. Я расымен де Самарқанның төрінен бірақ шыққандай болды ғой. Өзбекше билесең, хаммасы яқшы болады деп. Атының өзі де айтып тұр ғой, бірлік ансамблі деп. Таныстырып өте ғой. Енді араларыңызда ашып-ашып отырсаңыздар, еркін отырсаңыздар, қош келдіңіздер дейміз. Қал жағдайларыңыз қалай, көңіл-күй қалай? Өте тамаша. Енді осы ретте таныстыра кетейік бірден. Ансамбльдің жетекшісі, хореограф Анель Марабаева және жанындағы Жұлдызбек Мырзая және Зарина ханым. Зарина ханым шаршап қалған сияқты. Өте тамаша өнер көрсеттіңіздер. Біздің Таңшолпанның көрермендері таңертең, әрине бізден не күтеді таңертең, ұйқыдан сергек оянуға, позитивті көңіл күй сыйлауға тырысамыз барынша. Сондай бір керемет көңіл күйді сыйладыңыздар. Рахмет. Және осы ретте Анель ханым 30 қаңтар күні өтетін осы бірлік ансамблінің ерекше концерті туралы айта отырсаңыздар. Қандай форматта өтеді, қалай болады? Қайырлы таң, менің есім Анель Марабаева, көркемдік жетекшісімін. Біз қазір Алматы қаласында концертті дайындалып жатырмыз. Осы концертте біз көп ұлттық би көрсетеміз. Русский, татарский, өзбекский, барлық ассамблеяның ұлттары біз көрсетеміз. 130-ға жуық этностың биін. Баршаңызға сәлем, менің атым Қапар Жұлдызбек. Мен Қазақ ұлттық хореография академиясының оқушысы болып табыламын, және сонымен қатар осы бірлік ән және би ансамблінің әртісімін. Біздің ансамбліміздің ең басты ерекшелігі, бізде көптеген ұлттардың билері бар, және осы би арқылы біз мемлекеттерді бір-бірімен татуластырып, немесе біріктіріп отырамыз. Соны біздің репертуарымызда көптеген ұлттардың билері бар. Соның ең сүйікті биім ол Жоғомар Сұлтанбек қойған Жігер Нео қазақ биі болып табылады. Нео қазақ биі деген осы ежелден келе жатқан қазақ биімізге жаңа көзқарас болып табылады. Және бір ерекшелігі бұл ансамбльдің, Анель ханым, бұл бұрыннан келе жатқан жалпы әр ұлттың өзіне тән жаңа ұлттық биіндегі ерекшеліктермен қазіргі уақыттағы заманауи жаңағы бидің элементтерін қосып, сондай бір ерекшелікпен халықтың жүрегіне жететіндей, көңілінде ұзақ уақыт қалатындай ерекше бір дүниелер дайындайды екенсіздер, иә? Меніңше ансамбльдің ең басты ерекшелігі осында сияқты. Зарина ханым, өзіңіз. Саламатсыздар ма? Менің атым Құрманғали Зарина. Жастарыңыз қаншада? Менің жасым 16. 17. Әлі мектепте оқисыз ғой, иә? Иә, колледждің оқушысы. Колледждің қабырғасында. Мен де кішкентай кезімнен биге деген сүйіспеншілікпен қараймын. Қазіргі таңда мен Қазақ ұлттық хореография академиясында оқимын. 2-ші курс студенті боламын. Осы бірлік ансамбль маған деген өте көп құжат береді. Және де мен өткен жылы біздің академиямызға кастинг болған. Сол кастингтен өтіп, мен бірлік ансамбльге түстім. Өйткені мен үшін ол өте ерекше мүмкіндік болды. Өйткені мен Алматыда оқығанда онда мүмкіндік болмаған. Енді біздің елімізде жалпы би ансамбльдері өте көп қой, Бексұлтан, иә. Енді осы ретте бірлік ансамблінің де ерекшелігі қаншама ұлттың билерін насихаттауда, оны тек біздің елімізде ғана емес, бүкіл әлемге насихаттап жүрген бірден бір ансамбль деп айтуға болады ғой, иә? Қай мемлекетте болдыңыздар соңғы рет? Түркияда болды. Бір жыл өтпей біз Түркияда болды фестиваль. 4-ші орын алдық. Және өте керемет гастроль болды Ашхабад қаласында, Түркменистанда. Түркменистан мемлекетінде және Түркия мемлекеттерінде біз өнер көрсеттік. Енді алдыда 30 қаңтарда біздің Алматы қаласында концерт болады. Бұл концерт бізге өте маңызды болып табылады, себебі осы Алматы Қазақстандағы өнер ордасы болып табылады. Шаңырақ, қара шаңырақ. Оның үстіне Алматы театрында өтеді екен, иә? Жаңа. Соңғы уақытта халыққа ұсынылған ерекше бір стильдегі Алматы театрының сахнасында өнер көрсетудің өзі үлкен бір жауапкершілік деп ойлаймын. Және де мен жаңа өзбек би ғой, жаңа орындалған, Хорезм би деп айтады ма, қалай айтады? Жоқ, бұл Фергана биі. Эвелина Протасова қойылған, өзбек хореографтар.
Меніңше қай мемлекетке барсаңыздар да, сол мемлекеттің биін орындасаңыздар, олар тіпті ойлап қалуы мүмкін, мыналар біздің мемлекеттің өнерпаздары деп, себебі өте жоғары деңгейде қойылған, кәсіби деңгейде қойылған би. Сондықтан да мен ойлаймын, сондай біздің би коллективтері үшін біз әрине қуанамыз. Рахмет. Енді Анель ханым, бұл тамаша концерттің тек қана ерекше биімен ғана емес, жанды дауыста, әндер шығып қалады. Жанды дауыста Астана сазы ансамбль болады, және вокалистар Жүргенов және консерваториясы студенттер болады. Біздің ең тамаша артистер болады. Тамаша. Ендеше біз енді Жұлдызбек мырза өзіңізден де сұрайықшы, жалпы осы бірлік ансамблінің бірлігі неде деп ойлайсыз? Бірлік ансамблінің бірлігі ма? Бізде коллективімізде адамдардың, осы әртістеріміздің жастары әртүрлі болса да. Ең үлкені қаншада, ең кішкентай өзің ғой ішінде, иә? Ең кішісі мен. Ең кенжесі деп ақ келіп отыр ғой. Осы ансамбліміздегі ең жасы үлкен адам, ол Қайрат болып табылады. Оның жасы 35-те. Жалпы жас ерекшелік қаншаға дейін билеуге болады ансамбльде? Арнайы бір қойылған жас ерекшелік жоқ қой, е? 16. Жоқ, ең үлкен қаншаға Ең дейін? үлкен. Зейнетке қай уақытта шығарасыздар дегенім ғой, пенсияға. Бола береді, е? Бұлай театрда айтатын болсақ, онда 35 жастан бастап шыға беретін болады. Ал ансамбльде қанша билегің келеді? Ең басты формада болса болды, е? Ең басты форма. Ал Зарина ханым, сіз қалай ойлайсыз? Менің ойымша ол бірлікте. Өйткені біздің коллектив ол өте достық, біздің бірлік деп өзі аталады ғой, өзіне айтты сәйкес. Сол бәрі өте жақсы адамдар. Ең бастысы ол шын жүректен еңбек деп ойлаймын. Өйткені еңбек болмаса, онда жұмыста болмайды, биде болмайды. Сондықтан да өз ісіне деген адал болу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді осы ретте Жұлдызбек осы ансамбльде бүкіл қаншама ұлттың билерін өздеріңіз насихаттап жүрсіздер ғой. Қанша ұлттың өкілі бар ансамбльде? 20-дан астам деп естідік. 22 бишілер бар. Орыс, татар, өзбек, Украина ұлттар бар. Осы жыл өте ерекше болады, себебі ассамблея 30 жыл мерейлік ассамблеямызға тойына болады. Шығармашылыққа толы жыл болады дейсіз ғой, е? Енді шетелдерге гастрольдер жазылып қойды, соларға баратын боламыз. Жоспарда, е? Иә, жоспарланып қойды. 2025 жылға. 2025 жылға. Енді біздің төрімізден енгеніне бір 15 күн болды ғой жаңа жылымыздың 2025 жылан жылын, е? Жаңа жылды қалай қарсы алдыңыздар және осы жылға қандай жоспарларыңыз бар тағы да? Осы концерттен бөлек. Мүмкін Жұлдызбек басқа бір мемлекетке оқу орнына кетіп қалу мүмкін бе? Болмаса елге қаласыз ба? Жібермейсіздер ба? Бізде договор бар. ұбт-ға дайындалып жатырсыз ба, арасын үлгеріп жатырсыз ба? Жоқ, мен хореография училищесінде оқимын. 9-шы сыныптан. Жалпы өнер саласын таңдадыңыз ғой, Бізде өзіміздің госэкзамендарымыз болады. Өздеріңізге арнайы мамандыққа байланысты дейсіз ғой, кәсіби. 2024 Зарина ханым сіз үшін қандай елеулі сәттермен есте қалды? 2024 ол мен үшін өте үлкен жаңа ашулармен басталды. Өйткені мен бірлік ансамбльге келдім. Қабылданды. Ең басты жаңалық сол дейсіз ғой, 2024. Мен өте қуаныштымын, өте ризамын. Шынымды айтсам бар ғой, Бексұлтан Қараш жаңа осы ансамбльдегі биші қыздар, жігіттер, Зарина мен Жұлдызбектің өзі көздері жанып тұр ғой, кәдімгі осы ансамбльде кәдімгі үлкен мотивация алатыны көрініп тұр, және де бұл ансамбльдің жай ғана би қимылдары емес, қаншама ұлттың достығын дәріптеу, насихаттау, бір-біріне жақындастыру, достастыру дегеннің өзі бидің тілімен ол үлкен еңбек, үлкен шығармашылық. Сондықтан да мен ойлаймын, әлі бұл ансамбльдің алар асулары алда. Міндетті. Енді Анель ханым, өзіңіз дәл қазір тікелей эфирде 20 миллион көрермен қарап отыр. Осы Алматы қаласының тұрғындары мен қонақтарын бәрін осы 30 күні өтетін концертке шақырып қойыңызға рұқсат. Баршаңызға күтеміз. Алматы театр
бірлік концертіне келеміз сұраймыз. Жұлдызбек мырза. Баршаңызды осы 30 қаңтарда өтетін концертімізге, жеке концертімізге шақырамыз. Ол концертте біз көптеген ұлттардың билерін көрсетеміз, сіздерге ұнайды деген үміттемін. Оған да сендім. Және бар ғой, осы ретте Жұлдызбек, кешірім сұрайын. Маған ансамбльдің костюмдері қатты ұнады. Дизайнер кім сіздермен жұмыс жасайтын? Ерекше стилі. Ол Арасел Досмуратова, менің досым. Өте тамаша, әдемі. Әрқайсына рахмет болғандай ма? Зарина ханым, өзіңіз шақырып қойсаңыз болады? Бәріңізге тағы да сәлем. Осы 30 қаңтар болатын біздің бірлік би ансамбліміздің концертіне шақырамыз. Бәрекелді, біз сіздерге алғыс білдіреміз. Осы концерт өте жоғары деңгейде өтсін. Және қымбатты көрермен, бірлік ансамблінің өздеріңіз үшін тағы да алып келген қонақ кәдесі бар. Ендеше дәл қазір тамаша би. Бұл би ерекше. Жаңағы биден бірінен бір асып түсетін билер орындалып жатыр. Егер бізде уақыт жеткілікті болғанда барлық биді көруге жаңағыдай асығып отырмыз. Дегенмен де дәл қазір орындалатын биді бірге көрейік.